Сәлем сұлулар, бүгін мен Гүлнұр сіздермен жұп-жұмсақ жүрек тәріздес булочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдымен ұнымыз, сүтіміз, суымыз, майымыз, жұмыртқамыз, қантымыз және дрожж бен тұзымызды дайындап аламыз. Алдын ала майымызды ерітіп, оның үстіне жылы сүтімізді және де суымызды құйып араластырып аламыз. Оның үстіне қантымызды және де бір жұмыртқамызды, дрожж бен тұзымызды қосып, тағы да қолымызбен араластырып аламыз. Тұзымыз еру керек. Міне, енді осы массамыздың үстіне алдын ала дайындалған ұнымызды кезекпен кезек салып, араластырып, қамыр жасаймыз. Қалған ұнымызды салып, қолымыздың икемімен ұнымызды бір келкі қамыр жасап шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне шамалы шитмайды құйып, илеп аламыз. Енді 2 сағатқа тындырып қоямыз. Міне, біздің ашыған қамырымыз дайын. Келесі кезекте ашыған қамырымызды бөліктерге бөліп, қолымыздың көмегімен арасына майлап, оның үстіне қантымызды салып, осылай орап шығамыз. Дәл видеодағыдай қалай жасалу керек екені көрініп тұр. Міне, осылай пышақтың көмегімен кесіп, 2-ге бөлген кезде жүрек тәріздес пішін шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да жасап көрсеттім. Егер рецепт ұнаса, менімен бірге болыңыздар. Дәл осы рецепт түрімен жасап көрсеңіздер, қонақтарыңызға, отбасыларыңызға ұнары сөзсіз. Осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Міне, жүрек тәріздес булочкиларымыз дайын. Енді жұмыртқамыздың сарысын булочкиларымыздың үстіне бір келкі етіп жағып шығамыз. Қалауыңызша мак немесе кунжутты сүйіп шықсаңыздар болады. Менде 2 түрлі, кунжут және макпен. Алдын ала дайын қызып тұрған пеште 180-200 градуста пісіріп аламыз. Міне, біздің булочкиларымыз дайын. Дәмі керемет екені сөзсіз. Дәл осы видеомен жасап көріңіздер.